сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Күнделікті Тағдыр жолы каналына жаңадан топтамада хикаялар шығып отырады. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Өте кеш болатын. Қаланың орталығындағы биік офис ғимараттарының алдындағы жарықтар әлсіреп, түнгі жеңіл ғана есіп тұрған. Айгүл жұмыстан шықты. Сағат түнгі 11-ді көрсетіп тұрған. Ол әдеттегідей кеш қалған. Есептерді бітіру керек болды. Басшысы да үйге ертерек кеткен. Енді жалғыз өзі қаланың қараңғы көшелерінде қалып тұрғандай болды. Ол қолындағы сөмкесін мықтап ұстап тротуармен жүріп келе жатты. Автобус жоқ, метрода жабық, такси шақырудан басқа амал жоқ еді. Телефонындағы қосымшаны ашып, ең жақын таксиді шақырды. 5 минуттан кейін қара түсті седан тоқтады. Жүргізушісі жас жігіт еді. Қара шашты, қара көзді, сәл өңездеу, бірақ бет-әлпеті жылы, даусы жұмсақ. «Қайырлы кеш», деді ол есікті ашып. «Қайда барамыз?» Айгүл мекен жайын айтты. Машинаға отырғанда оның иісін сезді. Жеңіл парфюм мен таза киімнің иісі. Жүргізушісі Арман екенін айтты. Ол жол бойы аз сөйледі, бірақ Айгүлдің шаршағанын байқап, радионы тыныш қойды. Жол ұзақ болатын. Қала шетіндегі шағын пәтерге дейін 20 минуттай жол бар. Арман айнадан қарап тұрып, «Кеш жұмыс істейсіз бе?» деп сұрады. «Иә, әрқашан осылай ма? Үйге жеткенше шаршап қаламын», деп күлді Айгүл. Арман жымиды. Оның күлкісі жылы еді. Біраз үнсіздіктен кейін ол, «Егер шаршасаңыз, мен сізді үйіңізге дейін апарып, сосын өзім кетемін, асығудың қажеті жоқ», деді. Айгүл оның даусындағы жұмсақтықты сезді. Бірдеңе оны іштей қызықтырып жіберді. Ол әдетте бейтаныс адамдарға ешқашан жақын болмайтын, бірақ бүгін ол өте жалғыз еді. Машина тоқтағанда Арман есікті ашпады. Ол артына бұрылып, «Сіздің үйіңізге дейін шығарып салайын ба? Түнгі уақыт қой», деп ұсынды. Айгүл басын изеді. Олар бірге лифтке кірді. Лифт өте тар еді. Арманның иығы оның иығына тиіп тұрды. Лифт есігі жабылғанда Айгүл оның қара көздеріне қарады. Сол сәтте бірдеңе өзгерді. Арман бір қадам алға жылжыды. Айгүл шегінбеді. Оны қабырғаға қарай итеріп, жайла пергілей берді. Бірақ сенімді түрде. Айгүл қарсылық көрсетпеді. Керісінше, оған жақындады. Лифт есігі ашылғанда олар бір-бірін қоя бермеді. Пәтер есігіне дейін жетті. Айгүл кілтін дірілдеген қолмен ашты. Пәтерге кіргенде жарықты қосқан жоқ. Арман оны қабырғаға итеріп жіберді. Арман оны апарып, жаяу пергілеп жақындады. Ол Айгүлді ыңырсытып жібереді. Олар ұзақ уақыт бойы болды. Арман бірде баяу, бірде қатты. Таңертең оянғанда Арман әлі оның жанында. Ол күлімсіреп, «Мен жұмысқа кешігіп қаламын ғой», деді. Айгүл күлді. «Мен де». Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Айгүл кеш жұмыстан шыққан сайын Арманды шақыратын. Алдымен тек үйге апару үшін. Кейін олар бірге кешкі ас ішетін. Сосын Арман түнде қалып қоятын. Бір аптадан кейін олар ресми түрде кездесе бастады. Арман такси жүргізуді тоқтатпады. Бірақ енді Айгүлді ғана таситын. Ол оны жұмыстан алып үйге апаратын. Жолда олар сөйлесетін, күлетін, кейде машина ішінде пергілейтін. Бірақ түнде қала шетіндегі қараңғы тұраққа тоқтап, артқы орындықта пергілесетін. Айгүл терезенің қаланың жарықтарын қарап, Арманның қолында дірілдейтін. Уақыт өте келе олардың қарым-қатынасы тереңдеді. Арман Айгүлге өзінің балалық шағын арманын айтты. Айгүл де өзін ашты. Ол бұрын ешқашан ешкімге осылай жақын болмаған.
Арман оны тек бүкіл жан-тәнімен оны жақсы көрді. Бір күні Арман оған сақина әкелді. Қарапайым бірақ жылы. Ол: мен сені күнде таксиге отырғызып, күнде үйіңе апарып, күнде жақындап келеді, өмір бойы, деді. Айгүл жылады. Сол күні олар бірге ұйықтап, таңертең бірге оянды. Енді Айгүл жұмыстан шыққанда жалғыздықты сезбейтін болды. Өйткені әр кеш сайын қара түсті седан оны күтіп тұратын. Ал ішінде оның жанындағы адам. Олар әлі де сол қалада тұратын. Арман енді өз такси паркін ашты. Айгүл жұмысын өзгертіп, ертерек үйге қайтатын болды. Бірақ кейде ескі естелік үшін ол әдейі кеш қалады. Ал Арман оны алып түнгі қаланың көшелерімен ақырын жүргізеді. Кейде олар ештеңе айтпайды, тек қолдарын ұстасып алға қарайды. Өйткені кейде ең әдемі оқиғалар ең күтпеген жерден басталады, тіпті бір түнгі такси сапарынан. Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар.